Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте керемет болып шығатын Наполеон тортын жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріп тамашалап отырыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға електен өткізген ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап үкіштеп аламыз. Енді қамырды біріктіру үшін бөлме температурасындағы сүттің үстіне 2 жұмыртқаны сарысып салып, оның үстінен 1 шай қасық толтырмай 6% уксусымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң шым тұзды салып, тағы да араластыруды жалғастырамыз. Дайын болған сұйық массамызды құрғақ массаның үстіне салып, жақсылап жұмсақ қамыр біріктіріп аламыз. Қамырды біріктіріп болғаннан соң 8 бөлікке бөліп, тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Дәл осы видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп, осылай ұсақ зуалар жасап алсаңыздар болады. Осы уақыттың аралығында торттың кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге ең алдымен бөлме температурасында еріп тұрған сары май және де осындай сапасы жақсы сгущенка, яғни қоюлатылған тәтті сүт керек болады. Осы екеуін жақсылап осындай лопаткамен араластырсақ та болады, немесе миксердің көмегімен араластырсақ та болады. 1 сағат өткеннен соң осылай қамырларымыз жаюға ыңғайлы болып тұрады. Қамырларды қағаздай жұқа етіп бөліп аламыз. Жақсылап жайылған қамырларымызды осылай өз қалауларыңыз бойынша диаметрінің үлкендігін таңдап аласыздар. Осылай қазанның крышкасымен немесе осындай дөңгелек формамен бөліп алсаңыздар болады. 5-7 минутқа 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Піскен корждарымыз осылай сарғыш реңге кіргенше пісіріп аламыз. Міне корждар осылай болып пісіп шықты. Енді арасына кремден жағып, тортты жинап аламыз. Араларына кремдерімізді жағып болғаннан соң 1 тәулікке немесе 8 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Міне қыздар, торт дайын.